Қалайсыздар, достар? Сыртта жүрміз прогулкада, Маслим екеуміз. Мына біздің жақ, біздің район. Біздің район осындай күшті новый дом ғой біздердікі. Новый райондар, новый домдар. Новостройка прям күшті. Осы жаққа біздер мына жағына келе бермейміз негізі. Ана жерде тұрған автобус. Иә, Аслым сол сыртқа шығайықшы сабақтан келіп алып, тамақ ішіп алып екеуміз. Сыртқа шығайық деп Димаш сабақта, папасы жұмыста, үйде тек екеуміз. Мынандай көрініп тұр ма видеода? Қыраулар. Міне мынандай қыраулар. Соларды Аслым қар жауған дейді, ана жерде жатқан. Осыларды қар жауып сыртта деп. Ана жерде біздің автобус тұр, қалаға жүретін. Шетжақ дегенде осы қаладан кішкене бір 10-15 минуттық жерде тұрамыз. Новостройка, новый район ғой мынау. Соған екеуміз прогулка жасап жүрміз. Мына жақта біздің мектебіміз бар. Мына бәрі салынып жатқан новый домдар. Бізде осылардың біреуінде тұрамыз, ар жағында чекпіз. Мә, Аслым мына жер жаман екен да? Балшық екен. Жүр, мына жақпен шығып кетейік онда. Так. Аслым. Жүр, мына жағын қайта кетеміз келген жолымызбен. Бұрын армандайтын едім осындай новостройкаларды көріп. Қызығатын едім, бар ғой, қашан осындай жақтан новый микрорайоннан үй аламыз. Қашан осындай новостройка болып жатқан, күшті новый домдар жақтан тұрамыз деп армандайтын едім, бар ғой. Қатты армандайтын едім прям студент кезінде. Әркімнің квартирде тұрып жүрдік қой. Сол кезде ойлайтын едім осылай, қашан біз үй аламыз, новый дом алам екен деп. Сол арманыма жеттім қазір. Осындай күшті районда тұрам. Жап жаңа. Сабақтан келеді, сосын осылай кейде сыртқа шығып қайтамыз, кейде телефон қарап жатамыз. Көру керек уже. Үйге кіріп кухня жинауым керек. Папасы келерге жақын бүгін әжелер біздер кешкі тамаққа шақырған. Сосын әжесіне барамыз. Басым айналып кетті. Шубысы бар, қап-қалың күшті. Соны кей десем, соны кимейді, осы куртка киемін деп шығады. Курткамды киемін деп. Курткасын киіп алып таки. Куртканың қанатын ұшып баратыр Асыл. Осыны қанатына қызығып, фотодан көріп. Фотодан да күшті болып тұрады ғой, қанаттар үлкен болып, әдемі болып. Соны Қытайдан алғанбыз. Осы курткасын былтыр киді. Енді Алла қосса биыл басқа куртка аламыз жаңа куртка. Мен бақытты баламын деп соны айтып отыр. Так, мына жақты көрсетіп жіберейін. Мынадай домдар, мыналардың бәрі новый домдар. Біздер мынадай қызыл домнан алдық. Қараш, күшті қар. Біз қарды жаңа көріп есіміз кетіп жатыр. Иә, қар. Қырау ғой, мынау просто тұрып қалған кішкентай. Ана әппесана жақта. Қалай бар мен? Асылым қарды прям сағынып жүр ғой Димаш екеу. Күнде айтады тоже қар қашан жауады деп. Осындай қарға зар болып жатырмыз. Қолым қап-қара ғой. Қарларым қап-қара болып кетті ғой. Бізде асмер болады қазір. Мына мұзды қытырып атам дейді. Қызды сағынып жүргеніміз солындай. Қараш. Аман жаңа зеқытырмастан. Жүр. Балшыға ана жерге шығып давай. Мына жерге барасың, иә, бар. Сені көтеріп тұранамыз. Ема дегенде. Құлағыма жас қалды ма? Ема, әдет.
Әлі жүрміз. Мына супермаркет қашан ашады екен деп армандап. Супермаркет па, гипермаркет па бірден болады. Біраз болды уже осыны сатып қойғандарына. Неге ашпай жатқан? Шоколад. 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 Аласың. Шоколад. Тәтті. Шоколад. Шоколад. Біздер мынандай Карабах деген жерге шашлық жеуге келдік. Асылым, папасы, үшеуміз. Димаш мамасының үйінде жүр. Мына жерде шумно прям естілмейді. Заказымызды әкелуге кетті. iPhone 17 отварса. Ту, иә, iPhone 17 ұтып алатын шығармыз деп. Көрінбейді мына неде дұрыс. Экраны. Так, мынау бізде деген біздер мына жерден курица заказ бердік. Қаны берді, Асылым екеуміз курица заказ бердік шашлықтан. Именно осы жерден шашлықтар күшті болады дейді, бізде бірінші ішінде жатырмыз. Күшті деп айтатын осы рекомендациядағы кафе. Сөйлемей алдым, шашлычный кафе. Бірақ тек қана шашлык емес, ішінде бүкіл горячилар бар, салаттар бар. Бәрі бар. Бірақ негізі мен бүгін суши жегім келген бар ғой. Папасы бірақ суши жеді. Міне достар, біздің заказымыз келді. Күшті екен порциялар, үлкен екен. Асылымның порциясы мынау. Асылым түсіріп алмай жерге. Значит, соусын бөлек алатынсың, лаваш. Қапасыныкы ребра деген заказ берген, ребрышко. Ас болсын бізге. Рахаттанып жейтін болдым, қарным ашып жатыр. Аттың ребра дейді. Солай ұстап жейсің бе? Ыңғайлы ма?